Этанолдың дегидратациясы жоғары температурада және катализатор алюминий оксидінің қатысында жүзеге асады. Реакция ыстық катализатор салынған сынауық арқылы этанол буын өткізгенде жүреді. Газ тәрізді реакция өнімі тұтанғыш және бром суын түссіздендіреді. Бұл реакциялар алкендерге тән, және олар этанолдың этиленге келесі реакция теңдеуіне сәйкес дегидратацияланатынын көрсетеді. Бром молекуласының қос байланыс бойынша қосылу нәтижесінде этилен бром суын түссіздендіреді.